Баршаңызға сәлем достар. Бүгін көкөністермен тауық етінен рагу дайындаймыз. Түскі асқа немесе кешкі асқа өте дәмді тағам. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Қажетті ингредиенттер описаниеде жазылған. Ендеше дайындайық. Алдымен пиязды ұсақтап турап аламыз. Сәбіз тәтті бұрышты ұзынша етіп тураймыз. Тауық етін төрт бұрыштап ірілеп тураймыз. Тауық етінің орнына басқа да етті пайдалануға болады. Картоп капустаны да кішкене ірі етіп төрт бұрыштап тураймыз. Көкөністерден тағы мұздатылған қызыл тәтті бұрыш және кабачкиді пайдаланамын. Табаға зәйтүн майын құйып, тауық етін қуырамыз. Өз суына да кішкене бұқтырамыз. Пияз салып, кішкене қуырамыз. Сәбіз және тәтті бұрыш қосамыз. Араластырамыз және жұмсақ болғанша бұқтырамыз. Шамамен 3-4 минуттан соң картоп саламыз, кішкене ғана су құйып бұқтырамыз. Картоп жартылай піскенше қызанақ және көк шөптерді тураймыз. Менде петрушка және укроп. Картоп жартылай піскенде капуста және кабачкиді саламыз. Көкөністер жұмсақ болғанда қызанақ саламыз. Тұз, бұрыш және дәміне қарай дәмдеуіштер қосамыз. Үш шай қасық томат пастасын жарты стакан сумен араластырып құямыз. Соус қою сұйық болуына қарай судың мөлшерін өзіңіз реттейсіз. Тағы 4-5 минуттай бұқтырамыз. Көкөніс және тауық етінен рагу дайын, қалауыңызша көк шөппен әсемдеуге болады. Бұл әсіресе кешкі асқа таптырмайтын тағам, өйткені құрамында тек көкөніс және тауық еті болғандықтан жеңіл тағам болып есептеледі. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоны ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.